Kızlar, mында biz қазір форель, нарада және сёмга балықтарын мариновка жасайтын боламыз. Бізде қараңыздар. Міне бізде мында форель. Осылай надрез жасаймыз. Балықтың тұзы қатты өткір емес, өткірлеу болған дұрыс. Мысалы, орташа кем болса, балық дәмсіз жүреді. Балықтың иісін кетіру үшін және жақсы дәм беру үшін бізге тұз қосамыз. Паприка қосамыз. Қызыл паприка, лимон. Балықты мариновкасын ұзақ ұстаудың қажеті жоқ. 10-15 минут ұстасаңыз да жеткілікті. Қазір бұл балықтар бізге шпинатный рулетке кетеді. Сёмканың жартысына шашлычки жасаймыз. Және мында бізде розмарин. Свежий розмарин, ол жоқ болса, сушеный түрін қолдансаңыздар болады. Қыздар, мында біз рыбный миксімізді пісіретін боламыз. Рыбный микс қазір духовкаға 200 градус, 200-220 градуста 20-25 минут пісіретін боламыз. Қазір мынандай бамбуковый шпажкеге шашлычки жасаймыз. Мына ортада сүйек болады, сол сүйекті алып тастаймыз. Бұлардың арасына перец светофор жіберетін боламыз. Сарысын аламыз. Сары жібердім, сёмканы жібердім, кусок, жасыл қойдым. Енді тағы да бір несін қоямыз. Сыртын алып тастаймыз. Енді қызыл болгарскийін қоямыз. Осылай барлығын қойып шығамыз. Бұл балық тамақтарымыз балықтың ассортиментіне қарай закуска ретінде де немесе ыстық тамақ ретінде де берсеңіздер болады. Қазір сливочный соус жасайтын боламыз. Сол соуспен бірге, гарнирмен бірге ұсынсаңыз болады. Мына сёмкаға гриль сковородкаңыз болса, осындай қызып тұрған сковородкаға сеткісін қойып алуға болады. Стейктің екіге бөлдім, ортасындағы сүйегін алып тастадым. Бұл жерде толық піспейді, қазір духовкаға саламыз. 15-20 минутқа. Гриль сковородкаңыз жоқ болса, жасырмай, просто духовкаға пісірсеңіздер болады. Бізде балығымыз дайын болды. Осындай сочный болып пісті.